Адам ағзасы үшін ұйқының маңызы қандай? Сапалы ұйқының адам денсаулығына физикалық және психикалық тұрғыдан маңызы зор. Дегенмен қазіргі таңда ұйқыға салғырт қарайтын жандардың қатары көбейіп келеді. Әсіресе бұл қатарда жастар мен егде жастағы адамдар толықтырып тұр. Ал қарт кісілердің физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ұйқылары егде жастағы кісілерге қарағанда қысқа болады. Дегенмен әр жасқа байланысты ұйқының өз уақыты болады. Ендеше ұйқының маңыздылығына тоқталып өтейік. Сәлем достар, сіздермен бірге Авиценна медициналық каналы. Қазіргі таңдағы аурулар, аурудың себептері, асқыныстары және емі мен өзге де пайдалы кеңестерді ұсынатын боламын. Бағдарламаны бастамас бұрын каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Ұйқының жұмыс өнімділігіне әсері. Дұрыс ұйқы кәсіби және жеке өмірде үлкен жетістіктерге жетуге көмектеседі. Байқасаңыз, ұйқы қанбай тұрғанда адамның ештеңеге зауқы соқпайды. Кез келген шаруа қиын болып көрінеді. Нәтижесінде баяу қимылдайсыз, әрі көңіл күйіңіз де тұрақсыз болады. Ал керісінше ұйқы қанып тұрған кезде еңбегіңізге береке кіреді. Себебі ұйқы қанбаса ми қызметінің жұмысы нашарлайды. Ойыңыз шашыраңқы болып, көру қабілетіңіз бен есте сақтау қабілетіңізге кері әсерін тигізеді. Ұйқының иммунитетке әсері. Түрлі аурудың бастамасы ұйқының дұрыс болмауынан туындайды. Адам көз ілген уақытта иммундық жүйе цитокин ағузын жинақтайды. Егер аз ұйықтасаңыз, цитокин түзілмейді. Ал мұның әсерінен вирустар мен инфекцияларды тез қабылдап алуға бейім боласыз. Сол себепті жеткілікті деңгейде ұйықтамасаңыз, әртүрлі ауруға шалдығатыныңызды білгеніңіз жөн. Нашар ұйқы жүрекке кері әсерін тигізеді. Ұйқының жеткіліксіздігі сіздің денсаулығыңызға қатты әсер етіп, гипертония, яғни қан қысымының жоғарылауына және жүрек ұстамасына әкелуі мүмкін. Ұйқының бұзылуы күйзеліске және психикалық ауруларға алып келеді. Себебі күнделікті ұйқысырап жүрсеңіз, мақсатыңызға жету жиілігі төмендей береді. Осылайша мақсатыңыз қиялға айналып, энергияңыз төмендейді. Сонымен қатар мұндай жандар әрдайым ашуға беріліп, өмірге ашулы, ренжулі күйде жүреді. Оның салдары психикалық ауруларға және депрессияға соқтыруы мүмкін. Артық салмақ пен семіздікке әкеледі. Ұйқы жеткіліксіздігінен адам организмде метаболикалық және гормоналды бұзылулардың салдарынан аштық сезімін тудыратын гормондардың көптеп түзілуінен туындайды. Бұл тәбеттің жоғарылауымен, түнгі тамақтанудың шабуылымен немесе калориялы өнімдерге деген қажеттілік сезімімен бірге жүретін тамақтанудың бұзылуына әкеледі. Осылайша адам қалай мөлшерден тыс тамақ жеп қойғанын байқамай қалады. Қанша тамақ ішіп жесе де өзін аш сезінеді. Бұл организмде балансты бұзып, семіздікке әкеледі. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басып, коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын.